қана 24 сағатын ұшақта өткіздім, бірақ жетуім керек болды. Дәл осы студия төріне. Өйткені тәуелсіздігіміздің қарсаңында тағы да бір ерекше жанның туған күнімен құттықтау керек болды. Ол біздің Камиланың туған күні. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ой, рахмет, Мына жерде тәтті бәліште бар, самғат репетиция жасағандай. Давай дұрыстап. Болды ма? Ал, Камила, ішінде жатқан ең ізгі тілекті бүйтіп 20 миллион халықтың деп айтайын десем, бізді 20 миллион халық қана емес, алыс жақын шетелдер де көреді. Талай алыс жақын шетелде кәдімгі жүрген қандастарымыз, тілектестеріміз көреді. Сондықтан өзі сол аудиторияның көзінше өз тілегіңді бүйтіп іштей ойлап, туған күнің құтты болсын деп, өзіңе разы болып, мына тәтті бәліштің шамдарын сөндірсең болады. Көп рахмет, қатысушылар, Шах мырза, редакция алқасы, өте қуаныштымын. Құрметті көрермен, ең әуелгі тәуелсіздік күні құтты болсын. Біздің еліміздің ең басты мерекесі деп есептеймін өз басым. Тәтті бәліштеріңізге рахмет, гүлдеріңізге, тілектеріңізге, ізгі ниеттеріңізге, бірақ шамдарды өшірмеймін. Өйткені менің ішімде үлкен үмітім бар, білесіздер, және сол үміт оты сөнбесін осы жылы. Сол себепті енді шам өшірмеймін деп өзіме солай бір сөз беріп қойған, бірақ рахмет, өте әдемі екен. Ақерке, Самғат, рахмет. Енді барша қатысушылардың атынан сөйлейін, енді барлығымыз сізді өте қатты жақсы көреміз. Бақытты болыңыз, ауырмаңыз, тек бала шағаңыздың қызығын көріп, тек Әлбек ағамызбен бақытты ғұмыр кешіңіз. Әмин, рахмет. Біз жақсы көреміз. Рахмет, осында мүмкіншілік беріп жатқандарыңызға сізге де Шах мырза.